Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге бурама чакчактың рецептісін ұсынатын боламын. Бұл чакчактың тағы да басқаша түрі бар. Ол да осылай бұралып піседі, бірақ жасалу жолы басқаша. Оның сілтемесі керек болса, жоғарыда қалдыратын боламын. Басып көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын каналыма тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сол кезде әрбір салған видеомды жіберіп алмайсыздар. Ең алдымен чакчактың қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ерітілген сары майды саламыз. Одан кейін барып бөлме температурасында тұрған сүтімізді құямыз. Енді су құямыз, одан кейін барып тұзымызды саламыз, қантымызды саламыз. Одан кейін кішкене қант тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды салып, жақсылап араластырып қолмен әдемі жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды енді екіге немесе теңде 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. 3 бөлікке бөліп алғаннан кейін осылай домалақтап қоямыз да 10 минутқа қоямыз. Он минут тұрды. Енді қамырымызды алып, тағы да үстінен басып илеп алатын боламыз. Одан кейін 10 минутқа тағы да қалдырамыз. Енді қамырымызды алып, жұқа етіп жайып аламыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес болу керек. Енді қамырды оқтауға жинап, біртіндеп кесіп алады. Дайын болған чакчактарымызды қызып тұрған майға салып пісіріп алатын боламыз.
барлығын осылай пісіріп аламыз. Енді сиропын дайындайтын боламыз. Енді қанттың үстіне суды құямыз, жақсылап қайнатамыз, жоғары отта қайнатып аламыз. Қантымыз жақсылап еруі керек. Толықтай сиропымыз дайын болғанша араластыруды тоқтатпаймыз. Осылай қатты қайнап шыққаннан кейін үстіне 2 немесе 3 тілім лимон саламыз және үстіне балды салып, барлығы ерігенше 25-30 минуттай баяу отта қайнатып аламыз. Мінекей сиропымыз дайын. Енді чак-чакты осы дайын болған сироптың үстіне салып, аунатып, тарелкаларымызға әдемілеп қойып шығамыз. Менде 2 тарелкаға шықты. Сіздерде 3 немесе 4 тарелкаға бөліп салсаңыздар болады. Негізі тарелканың көлеміне байланысты. Енді әсемдеу үшін кез келген жаңғақты сепсеңіздер де болады. Әсемдеу жағы өз еркілеріңізде. Мінекей достар, бұрама чак-чактарымыз да дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл чак-чак дастархандарыңыздың көркі болатынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін уақыт бөліп қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Гүлайым.